Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге балықты қызартып, жұп-жұмсақ етіп, қалай пісіру керектігінің құпиясымен бөлісетін боламын. Соңына дейін қараңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менде алдын ала тазаланған сазан балығы бірнеше бөліктерге бөліп, балыққа арналған дәмдеуіш және тұз сеуіп, барлық жеріне тигізіп шығамыз. Балықты маринадтап 20 минутқа қалдырамыз. Онан соң осылай ұнға аунатып, қызып тұрған майда орташа отта 2 беті қызарғанша толықтай пісіріп аламыз. Қатты отта қуырып қажет емес, себебі балықтарымыз шикі болып қалуы мүмкін. Алдымен осылай бір балықты қуырып алдым, себебі дәмін, тұзын көріп, онан соң қалған балықтарды тура осылай қызартып қуырып аламыз. Міне біздің балықтарымыз дайын. Дәмі өте керемет, осылай алтын түстес болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.